Сәлематсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Әбділ Сағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қызыл кітап. Оқу мақсаттары: тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орын, қызметін түсініп қолдану. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар орындай алады. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің өзіндік орнын, қызметін түсінеді. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Мәтін құруда сөйлем мүшелерінің қызметіне қарай дұрыс қолданады. Кейбір оқушылар орындай алады. Сөйлем ішінен тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерді тауып, еркін қолданады. Гүлмен тілек әдісі бойынша бір-бірімізге тілек тілейік. Қызыл кітап. Халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабы халықаралық дәрежедегі құжат. Қызыл кітапқа сирек кездесетін, жылдан жылға азайып не жойылып бара жатқан, сондықтан да айрықша қорғауды қажет ететін жануар